Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мал сойған кезде етке қыл тиіп қалған жағдайда оны тазалаудың ең оңай жолын көрсетемін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай көптеген аппақ қылдар бар. Мұны қолмен тазалап отырсаң қаншама уақытыңды алады. Ал бүгін сіздерге күшті лайфхак көрсетемін. Бізге ол үшін екі-ақ зат қажет. Мұқият болып бірге тамашалаймыз. Таза ыдысымызға кішкене ғана ұн саламыз, үстінен азғантай су құйып, араластырып, қамыр илейміз. Егер үйіңізде иленген дайын қамыр болса, сол қамырдан кішкене алып, еттіңізді қылдан тазаласаңыз болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Қамырымыздан сәл бөлігін бөліп аламыз, домалақтап дайындап аламыз. Етіміздің қыл бар жерлеріне осыны домалата отырып, тазалайтын боламыз. Бұлай тазалау өте оңай, көп уақыт алмайды, және де егер етіңізде кір, басқа да нәрселер болса, соны да өзіне жабыстырып алады. Өте оңай әдіс. Мұндай әдісті бұл уақытқа дейін білмейді екенмін. Алдында тағы осындай қыл болған етті қолмен тазалап тұрғанымды анашым көріп айтқан еді. Бүгін міне сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Мінеке өздеріңіз көріп тұрғандай, әп сәтте қамырымыз барлық қылдарды, қыл-қоқымдарды өзіне жабыстырып алды. Енді қоқым болған жерін қамырымызды ішке қарай осылай илеп жабыстырып жібереміз да, қайтадан басқа жерлерін тазалаймыз. Енді етімнің екінші бөлігін, артқы бөлігінде де қылдар бар екен, соны тазалайтын боламын. Достар, бұл видео сізге пайдалы болса, видеома лүпіл басып, пікір қалдырып, және маған тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосуыңызды сұраймын. Мінеке етімді әп сәтте қылдан тазалап алдым. Көп уақытымды алмады. Сіздерге де дәл осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіз.